حامل القرآن. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. Адамдар, ақылға салып ойланбайсыңдар ма? Сендерді жарату қиын ба? Жоқ әлде аспан әлемін бе? Оны Алла тұрғызды. Рафа'a самкаha фасауаha. Алла оны тіреусіз биік күмбез етіп көтерді, һәм мінсіз толыққанды жүйеге келтірді. وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا. Тас қараңғы түнін бірте-бірте сейілтіп, күн сәскесін шығарды, яғни таңын атырып, жер әлемді жарыққа бөледі. وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا. Содан кейін жерді тұрақтап, тіршілік етуге қолайлы етіп жайды. أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا. Одан сулары, бұлақтары, өзен көлдері, мұхиттары мен жайылымын, көк майсасын, шүйгінін шығарды. وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا. Тауларды да бекем етіп орнатты. مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ. Мұның бәрі сендердің және малдарының тіршілігі үшін.